Selamатсыздарма балалар, 120-шы есебімізді шығарамыз. 120-шы есебімізде осындай бізде 3 қорапша бар екен. Сіздерге суретін салайын, түсінікті болу үшін. Осындай 3 қорапша бар. Енді осы 3 қорапшадан, бірінші қорапшадан 7 шарды екінші қорапшаға салғанда, онда 12 шар қалды. Екінші қорапшадан 3 шарды үшінші қорапшаға салғанда, үшінші қорапшадағы шарлар саны тең болды. Алғашқыда бірінші қорапшада екінші және үшінші қорапшада неше шар болған дейді. Мысалға бізде мұнда x е, оның үшеуін берді дейік, сонда 12-ге тең болған дейді. X тең болады 12 қосылған 3. X-іміз тең болады 15-ге. Енді осының 15-тің біз жетеуін не істейміз? Азайтып тастаймыз. Сонда алғашқы шар, екінші қорапшадағы алғашқы шарды табамыз. Өйткені жетеу бізге қайдан келді? Бірінші қорапшадан келді ғой. Сондықтан 15 азайтамыз 7 тең болады 8. Яғни бұл екінші қораптада 8 шар бар екен. Енді балалар, екінші қорапшадан 3 шарды үшінші қорапшаға салғанда, үшінші қорапшадағы шарлар саны тең болды. Демек бізде нешеге тең болу керек? 12-ге тең болу керек, е? Демек, мына жерде де үшінші қорапшаны шығарған кезде теңге құрамыз. Үш шар келді ғой бізге. Екінші қорапшадан келді, оған қосамыз бізде. Қанша шар бар екені белгісіз, сондықтан x болады, тең барлығы 12-ге тең деп айтты, е? X тең болады, енді осы 12-ден нешені азайтамыз? 3-ті азайтамыз. Сонда x-іміз нешеге тең болады? 9-ға. Яғни, үшінші қорапшада неше шар бар екен? Алғашқыда 9 шар бар екен. Енді бірінші қорапшаны тауып алайық. Бірінші қорапшада не дейді? Бірінші қорапшада 7 шарды біз екінші қорапшаға бердік. Сонда бізде 12 болу керек. Тағы да теңдеу құрамыз. 12-де азайтамыз 7-ні. Сонда бізде 12 шығу керек қой. 7-ні неге азайттық? Себебі біз 7 шарды екінші қорапшаға беріп тастадық. Сондықтан x-іміз тең болады 12-ге қосамыз 7-ні. X-іміз тең болады 19. Яғни бірінші қорапшада неше шар бар екен? Алғашқыда 19 шар. Енді жауабы дейін. Жауабы бірінші қорапшада 19 шар. Екінші қорапшада 8 шар. Үшінші қорапшада 9 шар.